Өзбек қызы басымды айналдырып алды. Құдай тағала менен мейірімін аяған емес. Ерте үйленсем де ел қатарлы тұрмысымды тез түзедім. Педагогикалық институттың бірінші курсында бас қосқан жарым Айнагүл айналасы 6 жылда 3 ұл, бір қызды дүниеге әкелді. Институтты бітіргенше пәтер жалдап тұрдық, ал қолымызға дипломымызды алған күні 2 құда қосылып, ақша біріктіріп, Алматының қақ ортасынан 3 бөлмелі үй сатып әперді бізге. Қуанышымызда шек болмады. Өзім институт қабырғасында жүріп қалалық кітапханаға жұмысқа тұрып алғам. Қарын тоқ, көйлек көк. Еш уайым қайғысыз едік. Балаларымызда шетінен мектеп табалдырығын аттап, мен қызметім жоғарылады. Келіншегім үйде балалардың жайын жасап отырды. Жалпы біз бір-бірімізді сүйіп қосылдық. Мен Жамбылдан, ол оңтүстіктен еді. Бір-бірімізге ғашық болғанымыз сонша, тіпті бір күн көрмей қалсақ алаңдап, іздеп тұратын ек. Құдайдан арамыздағы махаббат пен сыйластықты жоғалтпауды тілеуші едім. Бірақ тағдыр сызығы біз ойлағанбай сызылмайды екен. Бірде біздің кітапханаға өзбек қыз жұмысқа тұрды. Техникалық қызметкер болып. Ашаң жүзді, топ-томпақ, өзі әзілқой жан екен. Жұмыстағы ер адамдар тіпті оның дене бітіміне қызығып, ауыздарының суы құрып жүрді. Ол қыз мені көргенде ерекше жымиып, сәл ұялғандай төмен қарай қалатын. Сыпайы тәрбие көрген қыз екен ойлайтынмын. Бөтен ойым болған емес. Арада біраз уақыт өткен. Кітапхана ішінде әлгі өзбек қыз кітапхана басшысының орынбасарымен әуе екен деген әңгіме шыға бастады. Екеуін кеш бата кабинеттен көріп қалғандар қатары да көп болып шықты. Не керек, біздің жас жігіттер әлгі қызға шетінен қырындай бастады. Тіпті айдарларынан желесіп көңілдері марқайып қайтқандар жауды жапырып келгендей болып жүрді. Бір күні осы қалай екен деген желік кірсін көңілге. Құдай ақы, осыған дейін әйелімнің, адал жарымның көзіне шөп салмақ түгілі, басқа елге тіктеп қарап, сәп салып көрмеппін. Енді кеп бойымды желік билеп, өзбек қызбен бір тілдесіп көрер ме едім деген ойға құладым. Өз-өзімді түсінбейтін хәлге жеттім. Әйеліме қарасам болды қарадай қысылып, өзімнен жиіркенем. Әйелім де бірдеңені сезіп, күдікпен қарайтын секілді. Бір күні кабинетімде кештетіп отырып қалсам, Михрибан кіріп келді. Әрнені бір түрткен болып, айналшықтап жүрді. Сайтаным азғырып, орнымнан тұрдым да, сөренің шаңын сүртіп жатқан Михрибанды белінен құшақтай алдым. Тұла бойы дір еткендей болып, ол артына бұрыла бергенде ерінен бас салдым. Сол түні біз менің кабинетімде қонып қалдық. Өзбек қызы қылықты болып шықты. Түнімен бойымды балқытып, жанымды баурап, әйелім екеуміз білмейтін тың тәсілдермен есімді шығарсын. Ертесімен Михрибанға ғашық болғанымды ұқтым. Санам сансырап, ойым мыңға бөлінді. Үйге қоңырау шалып, сапармен сыртқа кетіп бара жатқанымды ескерттім де, телефон тұтқасын тез қоя салдым. Сол түні Михрибан екеуміз қонақ үйде қайта табыстық. Таңға дейін ыстық шарпысулар мен тәтті өбісулерден еш жия алмай, бір-бірімізге ғашықтығымызды, сезімімізді ақтарып салдық. Ол тіпті сізсіз өмір сүре алмаймын деп егіліп жылады. Менің де ендігі өмірім сенімен жалғасса екен тілегім бар дедім. Сонымен таңға жуық екеуміз қос ұстасып қашып кетуді ойластырдық. Мен банкіге жиып қойған қомақты ақшамның бар екенін айттым. Ол ақша сол кездегі Алматыдан 1-2 бөлмелі пәтер сатып алуға еркін жететін еді. Біз 2 күннен соң Өзбекстанның қаласына тұрақтадық. Бірден сол қаладан 4 бөлмелі үй сатып алып, оны Михрибанның атына жаздырдық. Бақыттан басымыз айналып, күндеріміз шуақты өтіп жатты. Михрибан екеуміз қалған ақшаға үйге қажетті заттар мен мебельдер алып, сығатып қойдық. Өтірігі не керек, есіме анда-санда әйелім мен балаларым түседі. Бірақ бойымда бір жек көрініш пе, әлде бұрқ еткен ашу ызама, өзіме түсініксіз бір сезімдер пайда болады. Сосын өз-өзімді әзер басам. Ондай сәтті Михрибан да сезетіндей, дереу келіп ақ білегін мойныма орап, еркелей аймалап, төсекке тарта жөнелетін.
Ізінше барлығы ұмытылып, өзімді жұмақтың төрінде жүргендей сезіне бастайтынмын. Михрибан туыстарым сайрамда тұратын деп көп айтатын. Бірақ мына қалада да оның таныстары мен туыстары көп болып шықты. Күнде үйге бір-екі жақыны кеп кетеді. Құтты болсын айтып жатады. Осылай өң мен түстің арасында бір жыл өте шығыпты. Шыны керек, қазір ойлап қарасам, мен сол аралықта не шала ес болдым, не миым мүлде істемеді. Өйткені өзімді бір бұлттардың ішінде қалықтап жүргендей өте жеңіл сезінетінмін. Тіпті уақыт тоқтап қалғандай көрінетін маған. Менің қалтамдағы ақша бітіп, біз енді тұрмыстан қысыла бастадық. 90-шы жылдардың басындағы тоқырау Өзбекстанда тіптен қатты сезілді. Елде жұмыс жоқ. Босып кеткен еркектер. Мен көрші тұратын өзбек, кәріс ағайындармен ішімдікке құмар бола бастадым. Бәрі бір жұмыс жоқ. Құры қиялдау мен ми ауыртудан ештеңе өнбейтіне. Ол орта мені тез қабылдағандай. Сыра көтерген ер азаматтар менімен танысуға құмар. Біразын үйге ертіп келіп жүрдім. Михрибаным оларды танитын болып шығады бұрыннан. Қуанып қалам мен байқұс. Бірде қатты шөліркеп оянып кеттім. Төргі бөлмеден ыңырсыған әйел даусымен ырсылған еркек үні естіледі. Басында мән бермей туалетке өтіп бара жатқам, артынша мынау Михроштың даусы ғой деген ой келе қалды. Қалт тұра қалдым. Ақырын басып есікті ашып қалсам, менің әйелім Шухраттың үстіне шығып алып, қиқаңдап отыр. Екеуі де тыр жалаңаш. Шухрат. Бағана үйге ертіп кеп, 2 бөтелке арақты бөліп ішкен Шухрат, базарда ет сататын. Досым деп менімен қашарет келді осы үйге. Ары қарай не болып, не қойғаны есімде жоқ. Ертесі басымда сулық, шекем жарылған, қолым, кеудем бәрі әйнекпен сырылған төсек тартып жаттым. Михрош аяғының ұшымен жүгіріп жүр. Сол күннен бастап мен өмірге басқаша қарай бастадым. Баяғы әп-әдемі Михрошыма зер салып қарасам, түрі ұсқынсыз біреу көлбеп тұрады. Мынаның жанында қыздай алған қосағым Айнагүл 1000 есе әдемі емес пе? О, Құдай, мен не істедім, мен бүлдірдім. Бізден бір қабат төмен тұратын Адалят ақсақалмен аулада көп шүйіркелесіп отыратын ек. Бір күні ол кісіге басымнан өткен жайтты жасырмай айттым. Адалят ақсақал күрсініп алды да маған ұзақ қарады. Сосын, балам, бұл қыз осы өңірге атақты жезөкші ғой. Анасы да қара магиямен қатты айналысатын. Қалай сенің басыңды айналдырып алған деп елдің бәрі таңырқап жүр деп айтып қалды. Ертесімен Адалят ақсақалдан қарызға ақша алып, Михрибанға ештеңе айтпай Шымкентке, одан Алматыға тартып кеттім. Үйіме келдім. Балаларым өсіп қалыпты. Әкелеп кеп мойныма асылғанда. Құдай-ай, мына кеудедегі жүрегім қалай жарылып кетпеді деші. Айнагүл айымдым демеді. Жағашпады. Ваннаға кіргізіп, әбден жуындырды. Тамақтарын беріп, балаларды жатқызып тастады да, жаныма келіп отырды. Ол мені еш кіналаған жоқ. Сол бір жылдары Алматыға жан-жақтан келімсектер қаптап, қалталы, сымбатты, болашағы бар деген ер азаматтардың басын оқытып алып жатқан кез екен. Мен жоқ боп кеткен 1-5 жылда балаларды жылатпай, жетімсіретпей, әкелерін ұзаққа сапарға кетті деп сендіріп келіпті. Өзі мені іздеп, жан-жаққа сұрау салған. Ақыры өзбек қызбен кеткенімді біліп, бақсы балгерлерге жол аштырыпты. Алматы, Қарағанды, Тараз, Шымкент бақсыларының көбі менің басымдағы дуаны қайтара алмапты. Түркістанға дейін барып тәуіп еттім дейді Айнагүл, ақыры болмағасын үмітім үзіле бастады дейді. Содан бір күні көк базардан азық-түлік алып, шығып келе жатсам есік аузында бір сыған әйелі маған алыстан тесіле қарап отырғанын сезіп қалдым да, жанына жеткенде тоқтай қалды. Қызым, деді сыған кемпір. Басыңда ауыр жағдай, мұң бар екен. 5 минут уақытыңды бөлші. Саған бәрін айтып берем деді. Содан сыған кемпір сенің басыңды өзбек қыздың оқытып алғанын. Оны анау-мынау емес, сығанның ең мықты бақсысына оқытқанын, оны сығандардың өзінен басқа ешкім қайтара алмайтынын айтты.
Содан мен ол кісіге жатта кеп жабыстым. Ертесімен сенің суретіңді алып әлгі сыған әйелге тағы да келдім. Ол мені базар шетіндегі контейнерге әкеліп, сенің суретіңе қарап ұзақ күбірледі. Жарты сағаттан соң барып, енді шамамен 1 жылдан соң күйеуіңнің дуасы қайтады. Сол сәтте әлгі өзбек әйел екеуінің арасында бір оқыс оқиға болады. Күйеуің сол сәтте ес жиып, өз-өзін қолға ала алса, онда саған қайта оралады деді. Мен есім шығып жылап, Құдайға мың жалбарынумен болдым. Берген ақшамды қалтасына салған сыған әйел қолымдағы алтын сақинаға телміре қарап тұрды да, сақинаңды маған тастап кет, отбасыңдағы бар пәлекет осымен кетсін деп оқимын деді. Айтқанын орындадым. Расымен содан бері уақыт санап жүрмін. Тура 1 жыл 4 күн өтті деді Айнагүл. Мен таңға дейін оған өз басымнан өткен оқиғаны айтып бердім. Тіпті мына 5 жыл уақыттың 2-3 күн сияқты тез өтіп кеткенін, қалған күндердің мүлдем есімде жоқ екенін айттым.